семинарындагы барлык сабактарга катышкан Сарыагаш аудандык Адалия милиция дамытуу бөлүмүнүн башталыш сыныптарды дамытуу боюнча адискери Галия Кухарбаева билимди арттырууга багытталган шарага оң баасын берди. Мұғалімдер белсенді, жаңашыл, жан-жақты өмірмен байланыстырып өтеді кез келген сабақта. Баланы өмірге бейімдей алады, алға жетелей алады. Қазір білесіз, қарыштап емес, уақыт өте бір секундтық дамып жатқан кезінде балаларды бір жаңашылдыққа, жаһандану заманында әдемі дамытып, солай үйретіп жатқан мұғалімдер өте кездеседі. Себебі бұл мектептегі мұғалім бір бағытта бір сарында тоқтап тұрмайды. Бұл семинар өткізудегі мақсат осы ауданымыздағы бастауыш сынып мұғалімдері, олардың ішіндегі жас мамандарды осы жерге шақырып, оларға әдістемелік көмек беру мақсатында өткізіліп жатыр. Озық ойлы, ұшқыр ойлы, өздерінің бір тәжірибесіне бөлісіп жатқан бастауыш сынып мұғалімдері өздерінің ашық сабақтарын белсенділікпен көрсетіп жатыр. Оқушылар да белсенді. Себебі келген мұғалімдер өздерінің ризашылықтарын білдіріп жатыр. Айта кетейік, нөмірі 73-ші мектеп ауданда тек білімімен ғана емес, енді дене шынықтыру және спорт бағытында да көзге түспек. Спорт залы жағынан айтатын болсам, өте тиімді балаларға қандай теннис ойнауға да, шахмат ойнауға да, волейбол ойнауға да бәріне біздің мүмкіншілігіміз жеткілікті. Болғандықтан біз ойнай келе, бізде бұл қандастар тұрады бұл ауылда, олардың балаларын зерттеп көрсек, көп жағы оқушылардың спортқа бейімдеу келеді. Спорт школыменен тығыз байланыста келісімге тұрып, бізге бірінші кезекте осы төрт түрі бойынша тегін үйірмелерді ұйымдастырып, содан Қазақстанымыздың туын желбірететіндей, биіктен көрсететіндей бір ер азамат, азаматшаларды шығарсақ деген ниетіміз бар.